Hello, my friend. How are you? Our lesson today, May and Might. Видеоны толық көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Бүгінгі қозғалатын тақырып May and Might. Айырмашылығы не? Бұл модальды етістік. Осы модальды етістікті Қазақстандағы көп мұғалімдер екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ деп түсіндіреді екен. Бірақ бұнда айырмашылықтары бар. May модальды етістігін рұқсат сұрағанда қолданады. Мысалға, May coming? Кіруге рұқсат па? Деген сияқты. May and might ықтималдылық кезде қолданады. Яғни бір нәрсені болжап айтқанда. Және де онша сөзімізге сенімді болмай, ол заттың орындалатынына болмаса келетінінде сенімділік жоқ кезде қолданылады. Енді айырмашылығына көшейік. Мысалға, елестетіңіз. Бүгін сізде үлкен жұмыс болып тұр. Көп адам болып жиналуы тиіс. Сол жұмыс үшін достарыңызды шақырдыңыз. Мамаңыз сізден сұрайды, достарың бүгін келеді ме деп. Сіз сонда білмеймін, келетін шығар дейсіз. Мысалға, my friends may come today. Енді бұл жерде сіз may глаголын қолдана отырсыз. Яғни, сіз 50% сенімділікпен айтып жатсыз. Ал осы жерде might сөзін қолдансақ қалай болады екен? Жаңағы мысалды қайталайық. Сізден тағы мамаңыз сұрайды. Достарым бүгін келе ме деп. Сосын сіз айтасыз, олар шақырғанда өмірі келмейді ғой. Бүгін келетін шығар енді деп. My friend might come today. Яғни сіз 5% ғана сенімділікпен айтып тұрсыз бұл жерде. Себебі might сөзін қолданып отырсыз. Олар үнемі лақтырып кетеді, бірақ сонда да келеді-ау деген үміт бар. Сондай ситуацияда біз might'ты қолданамыз. May 50% сенімділік. I might 5% ғана сенімділік. Міне айырмашылық осында. Ағылшын тілінде might сөзін көбірек сыпайы түрде айтқанда қолданылады. Мысалға, біреудің сөзінде қателік болса, ойы дұрыс емес болса, you might be right. Сіздікі дұрыс шығар деп айтады. Себебі you are wrong. Яғни, сіз қателестіңіз деген сөз бұл дөрекі тіркес. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаған кісілерге мың алғыс. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де сіздерге ағылшын тілінде тағы да қандай сабақтар керек, соны пікірге жаза кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде мен шығарамын. Goodbye, my friend. Bye-bye.